Арман деген жас жігіт орманға жиі барып, табиғатта уақыт өткізетін. Бір күні ол қалың орманға кіріп, жаңа жерлерді зерттеуге бел буды. Күн жарқырап, ауа таза болды, Арман өз жолмен келе жатты. Кенет ол бір үлкен жыланның жолын кесіп өткенін байқап қалды. Жылан өте ұзын әрі қорқынышты көрінді. Арманның жүрегі қатты соға бастады, бірақ ол қорыққан жоқ. Мен ер жүрек жігітпін, мен қорықпаймын деп ойлады. Арман жыланға жақындап, оны жақсылап бақылап көрді. Жыланның көздері өткір және ақылды еді. Арман жыланға қарап: «Сен мені қорқыта алмайсың, менің жүрегімде батылдық бар», деді. Жылан кішкене тоқтап, Арманның батылдық танытып тұрғанын көріп, таң қалғандай болды. Кенет жылан Арманға жақындап: «Неге менен қорықпайсың? Көп адам мені көргенде қашып кетеді. «Мен сенің жаман емес, тек табиғаттың бір бөлігі екеніңді білемін. Сенде өзіңнің рөлің бар, мен сені құрметтеймін», деп жауап берді Арман. Жылан Арманның сөздеріне таң қалды. Сенің батылдығың мен даналығыңа ризамын. Сен мені түсіндің, менің рөлімді бағаладың. Осыдан кейін жылан Арманға жол беріп, орманның арасына кетті. Арман жыланмен кездескеннен кейін өзіне сенімділігі артты. Ол үйіне оралып, достарына бұл оқиғаны айтып берді.